Әлем чемпионатының топтық кезеңінде бірінші айналым бітті. Кеше Бразилия Сербияға қарсы ойнап 2-0 есебімен жеңіске жетті. Ришарлисон мундиалдағы ең керемет голды соқты. Тите бапкер оны құрамға қосып, қателеспегенін дәлелдеді. Ал Криштиану Роналду бастаған Португалия құрамасы Гананы 3-2 ұтты. Африкалықтар соңғы секундта есепті теңестіріп кетуі мүмкін еді, бұйырмады. Швейцария, Камерун және Уругвай Оңтүстік Корея матчтары адамның ішін пыстырып, ұйықтатып жіберетіндей өтті. 0-0 есебі Англия ақш матчында да тіркелді. Бірақ ол ойын өте қызық өтті. Харри Магуайр теңдессіз өнер көрсетті. Армысыздар, құрметті көрермендер, мен Бексұлан Келімқосов, ал бұл бір эпизод YouTube арнасы. Әлем чемпионаты қызып жатыр. Топтық кезеңнің бірінші айналымның соңғы матчтарына қатысты шағарымызды қабыл алыңыздар. Бұл топ 5 оқиға айдары. Роналду рекорд орнатты. Ришарлисон тарихта қалды. Сон Хын-мин мен Луис Суарес дым істей алмады. Сол туралы толығырақ айтып берейік. Дайынсыздар ма? Ахмет, дайынсың ба? Кеттік. They stop and stare when they see me. If it's the once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Бесінші орын Криштиану Роналду рекорд жаңартты. Криштиану Роналду 5 әлем чемпионатында гол соққан жалғыз футболшы. Ганаға қарсы ойынның екінші таймында Рон 11 метрден Ати-Зиджидің қақпасына дәл соққы бағыттады. Сүй деп тойлады, сөйтіп байырғы Роналдудың қайтып оралғанын түсіндік. Ол әлем чемпионатындағы 8-ші голды соқты. Роналдуға қарсы ойын тәртібін бұзған Мухаммед Салису. 62-ші минутта ол айып алаңының ішінде қарсыласын құлатты. Рефери пенальти екенін сенімді көрсетті. Салы суға кеткен Салису төрешімен ұзақ салғаласты. Себебі ол Ронға қарсы ережені бұзбадым деді. Ганалықтар Роналдуды симулят деп айыптады. Қайталаудан қарап, шынымен де Мухаммед Салису допқа ойнағаны белгілі болды. Сосын барып Ронмен жеңіл контакт болғаны көрінді. Ереже бойынша, егер қорғаушы бірінші топқа жетіп, сосын амалсыз қарсыласпен контакт болса, ойын жалғаса береді. Пенальти қойылмайды. Допқа қорғаушы бірінші жеткенімен арқадан itергені үшін пенальти қойылды деп төреші шешім қабылдады. Сіздердің ойларыңызша пенальти бар ма, жоқ па, комментарийда жазып өтіңіздер. Төртінші орын шалдарды жинап келген Уругвайдан қайран барма. 35 жастан асып кеткен Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Мартин Касерс, Диего Годин сияқты футболшылар әлі де Уругвайды алға сүруге тиіс. Бірақ жыл өткен сайын олардың да күші азайып жатыр. Құрамның бас бапкері Диего Алонсо жастарды қосып ардагерлермен байланыс үстіп, жақсы қоспа жасауды қалайды. Федерико Вальверде мен Дарвин Нунестің жарқырайтын кезі осы. Уругвайдың бұрынғы бапкері Оскар Табарес шалдардың бәрін қуып тек жастарға үміт артуды мақсат еткен болатын. Алайда Табарес обновленияны жақсы жасай алмады. Құраманың нәтижелері күрт нашарлап, бапкер жұмыстан кетуге мәжбүр болды. Уругвай әлем чемпионатына қатыспай қалуы ықтимал тұғын. Абырой болғанда тізгінді қолға алған Диего Алонсо іріктеуде 7-ші орындағы құраманы 3-ші позицияға көтеріп берді. Ол ардагер футболшыларды қайта шақырып жастарға ақыл айтыңдар деп нұсқады. Сөйтіп құрамада 2011 жылы Америка кубогын ұтқандар да, қазіргі жас жұлдыздар да жоғары деңгейде ойнады. Алонсо әлем чемпионатына жолдама алды. 40-қа жақындаған футболшылар үшін бұл соңғы әлем чемпионаты. Олар соңғы мундиалда кубокты көкке көтеруді қалайды. Сол үшін Суарес, Муслера, Кавани мен Годиннің армандары орындалуына жаста болса бас Вальверде мен Бентанкур көмектеседі. Шалдар мен балдар бірігіп қатардағы әлем чемпионатында көкке көтерілді қалайды. Бірақ бірінші таймда Уругвайға қарау мүмкін емес болды. Нағыз іш пыстыратын матч көрдік. Кореяда Уругвайда гол соғуға ниет білдірмеді. Суарес пен Нунес Ким Сон Кюдің қақпасын торауылдағанымен нәтиже шықпады. Ал Сон Хын-мин шабуылда түк бітіре алмады. Жарақатынан енді айыққан соң ұйқылы ояу жүрді. Тек Вальверде жақсы соққыларды бақыттады демесек, ойыннан түртіп алатын дым байқамадық. 0-0. Екі құрамада плей-оффқа шығуға мүмкіндіктерін сақтап қалды. Бастысы осы ойынды тезірек ұмытып тастады. Ал біз Уругвайдың Ганаға қарсы ойынын қатты күтеміз. 2010 жыл Луис Суарес тарихта қалған сейф жасап Гананы үйіне қайта жүрген еді. Енді африкалықтар қарымта қайтаруға ниетті. Уругвай, Гана немесе басқа да матчтарға әлем чемпионатының кезінде жақсылап бәстік алсаңыздар болады. Ол үшін ең сенімді букмекер керек. 1xBet букмекер компаниясы ең сенімді букмекер. Мұнда ең жоғары коэффициенттер. Төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтсеңіздер 200 теңгеге дейін бонус ала аласыздар. Ол үшін міндетті түрде 1xOda промокодын жазыңыздар. Сәттілік. Үшінші событие, швейцариялық футболшы гол соққан үшін
кешірім сұрады. Швейцария құрамасы әлем чемпионатындағы алғашқы матчында Камерунды жеңді. Бұл ойында да түк қызық болмады деп айта аламыз. Әлем чемпионатында бұндай кездесулер болуы мүмкін емес сияқты көрінеді. Заңды түрде отменить тастаса жақсы болар еді деп едік. Абырой болғанда хотя бы бір гол соғылды. 47 минутта қапталдан асырған допты швейцариялық Брил Эмболо қақпаға кіргізді. Эмболо Швейцария құрамасының намысын қорғап жүрсе де Камерунда туған. Сондықтан форвард туған жердің құрамасында соққан голды тойламай, екі қолын көтеріп кешірім сұрады. Әдетте мұндайды клубтық футболда көретінбіз. Ұлттық құрамалар ойынында әлем чемпионатында Эмболо соққан голын тойламағаны ерекше көрінді. Оған қоса Эмболоның голы жеңісті болған. Кездесу соңына дейін Камерун есепті теңестіруіне қарағанда Швейцария есепте селеуге жақын болды. Бірақ Камерун қақпашысы Андре Онана командасын екінші голдан құтқарып қалды. Осылайша европалық футболшылар 1-0 есебімен жеңіске жетті. Сөйтіп Камерун құрамасы әлем чемпионатында қатарынан 8-ші матчта жеңіліп қалды. Жеңіліс сериясы 2002 жылы басталған. Содан бері команда мундиалдағы барлық қарсыласына жол берген. Бұл көрсеткіш бойынша антирекорд Мексика құрамасына тиесілі. Солтүстік америкалықтар әлем чемпионатында қатарынан 9 матчта жеңілген. Екінші, Сербия Бразилияға түкте қарсылық таныталмады. Бразилия-Сербия матчында тең ойын көруді қалағанбыз. Сербтер ширақ қимылдап оңтүстік Америкадан келген командаға лайықты ойын ұсынады деп күттік. Бірақ Неймар бастаған жігіттер еркін жеңіске жетті. Ней Саша Лукичті әбден шаршатты. Сербиялық қорғаушы қарсыласының тіпті жейдесін жыртып жіберді. Бірінші минуттан кейін Неймар бұрыштамадан сухой лист соғуға шақ қалды. Бразилиялықтар толаш шабуылдады. Қарсылас болса екінші нөмірмен ойнауға көнгендей көрінді. Дегенмен сол контратакадан да пайда шықпады. Ойын тағдыры екінші таймның ортасында белгілі болды. Сербиялықтарда күш қалмағанын анық ұқтық. Бразилиялықтар темпті күшейтіп, Ваня Милинкевич-Савичтің қақпасын торуылдады. 60-ші минутта Александро алыстан соққы бағыттап бағанаға дөп тиді. 2 минуттан соң Неймар айып алаңына енді. Винисиус тепті, ал Ришарлисон допты давид етті. Соншалықты әдемі емес гол, бірақ бразилиялықтар керемет ойлады. Билеп настроениясын көтерді. Биледі де билеп төстеді де. Бірінші гол әсері болмады дедік. Ал екіншісі енді нағыз шедевр. Ришарлисон Винисиустан пас қабыл алып, развороттан воротаға тепті. Вау деп қалдық. Осы чемпионаттың үздік голы. Сербия бұдан кейін жеңілгенін мойындады. Олар талай адамның көңілін қалдырды деп ойлаймыз. Алдағы екі матчта өздерін көрсете аламы екен. Ал Бразилияда бәрі жақсы. Тек Неймардың жарақат алып қалғаны қынжылтады. Ал біздің видеомыздағы бірінші оқиға ол әрине Англия ақш ойыны. Ұзақ күткен Англия-ақш арасындағы матчта гол соғылмады. 0-0. Алкогольсіз әлем чемпионаты голсыз мундиалға айналып барады. Дегенмен басқа 0-0-лермен салыстырғанда бұл ойын қызыққа толы өтті. Біріншіден, матчтың үздік ойыншыларының бірі Харри Магуайр. Без прикола. Харри Магуайр мықты ойнады. Генста Парадайс дегеннен кейін басқа видео көрсететін кез келді. Харри қорғаныста да, шабуылда да мықты ойнады. Шабуылда тіпті аттасы Кейннен де жақсы өнер көрсеткендей сезілді. Екі Харри Иранға қарсы матчта жарақат алып қалған, бірақ екеуі де айығып бүгінгі матчта негізгі құрамда шықты. Гарет Саутгейт составта өзгеріс жасамады. 4-2-3-1 жүйесінде ойнады. Барлығы дерлік АПЛ футболшылары. Тек Джуд Беллингем Бундеслигада өнер көрсетеді. ақш бапкері Грег Белхалтер болса 4-4-2 схемасында ойнады. Шабуылда үміт Райт пен Ильяға артылды. Дегенмен шабуылға жауаптылар ішінде ең белсенді болғаны Кристиан Пулишич. Тек доптары биік ұш демесеңіздер, керемет өрнек көрсетті. Орталық қорғаныста қартайған Тим Рим мен Циммерманда лайықты ойнап берді. Әйтпесе шалдар шаршап ойынды құртама дегенбіз. Бәлкім қақпашы Тернердің сенімді ойыны оларға күш сыйласа керек. ақш та Англияда жеңіске жетуге жақын болды. Бірақ ойын тең аяқталды. Ағылшындар бұл нәтижеге қуанды. Олар плей-оффқа шығуға жақын. Гарет Саутгейт негізі соның бәрін ерте есептеп тастаған. Уже екінші турда Саутгейт математикаға жүгініп отыр. Англия сияқты құрама үшін есеппен ойнау ұят. Бейне бір договорняк сияқты. Бірақ ақшаға сатылған договорняк емес, үнсіз келісілген ойын. Англия тең есеп жеткілікті деп санады. Сондықтан қорғанысқа жатып алды. ақш әлде қайда белсенді өнер көрсетті. Бірақ 3 пай бұйырмады. ақш 2 ойында 2 балл еншіледі. Енді келесі турда америкалықтарда Иранға қарсы шайқас болады. Англия болса Уэльске қарсы ойнайды. Британия дербиінде оларға 1 ұпайда жеткілікті. Ай Саутгейт, бастысы нәтиже деп жүріп жұмысынан айырылып қалмаса екен. Уже екінші айналым басталып кетті. Бізді Азияның құрамалары бір ренжіп бір қуантты. Африкалық
Америкалықтар ішінен тек Гана ойыншылары гол соқты. Еуропалықтардан Германия шірітті. Оңтүстік Америкада Уругвай іш пыстыратын ойын ұсынды. Солтүстік Америкалықтардан Канада қуантты. Ал Антарктидадан пингвиндер дұрыс жүгіре алмады. Павлин ба, немде біле өзі, дұрыстап жүгірмей ба? Әлем чемпионаты қызып жатыр. Біз де тоқтамай сіздермен бірге футболды талдауға асықпыз. Сондықтан видеомызға лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетсеңіздер деп тілейміз. Бірге Зода YouTube арнасы әлем чемпионатын одан да қызық ете түседі. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Екінші турдағы матчтарды талдайтын келесі видеомызды күтіңіздер. Тағы бір айтатынымыз, соққы және гол YouTube арнасында осы ойындарға қатысты видеомыз шықты. Дәл қазір тамашаласыздар.